Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын, жұмсақ болып шығатын және жақсы болып көтерілетін шоколадты пирог әзірлейміз. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды алып, оған қантымызды аз-аздан сала отырып, жақсылап миксерлеп аламыз. Әппақ көбік болғанша. Міне мен 10 минуттай миксерледім. Енді оған қаймағымызды саламыз. Қаймағымызды салып, оны да миксерлеп аламыз. Құрғақ заттарымызды, ұн, разрыхлитель және какаомызды бір ыдысқа салып, оны да араластырып аламыз да. Міндетті түрде илектен өткізіп, ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп, оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Міне бізде осындай масса болып шығады. Енді бұл массамызды алып, формамызға салып, формаға міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер. Формаға салып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Енді бетіне құятын шоколадымызды водяной баняда ерітеміз. Міне осылай сұйық шоколадты құйып, міне біздің шоколадымыз дайын. Осылай бетіне шоколадты құйып, қалғанша әсемдесеңіздер болады.